Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Айдана. Бүгін үй жағдайыңызда керемет қою карамель жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қалың сотейник қажет болады. Астын баяу отта қойып, үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырмаймыз. Қантымыз осылай ери бастағанда силиконды лопаткаменен араластырып отырамыз. Міндетті түрде араластыруды тоқтатпаңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Неке бізде құр қантымыздың өзі еріп, осындай керемет қоңыр түске айналады. Толықтай ергеннен соң үстіне сары майымызды салып, тез-тез араластырамыз. Осылай көпіршіктер пайда болады, ол ештеңе етпейді. Сармаймыз толықтай ергеннен соң үстіне ысып тұрған 33% гликейді құйып, жақсылап тез-тез араластырамыз. Осылай көпіршіктер пайда болады. Осы көпіршіктер кеткенше тоқтатпастан араластыруымыз қажет. Кейін үстіне тұз салып, тұзымыз ергенше араластырамыз. Дайын болған карамелімізді ыстықтай құрғақ ыдысқа ситадан өткізіп аламыз. Ситадан өткізіп болғаннан соң салқын жерге қойып, суытып аламыз. Толықтай суығаннан соң қоюлана бастайды. Бұл карамельді сіз кез келген карамель қосып жасайтын торттарыңызға қолдансаңыз болады. Арасына аракис қосып, сникерс тортқа қоссаңыз да болады. Неке осы толықтай суығаннан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай қою болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.